Абайдың 30-шы қара сөзі. Қырқын мінсе қыр артылмайтұғын, осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек, неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді, кең толғау үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, өй Тәңір-ай, қой шары, кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүр ме? Мен онан сауын сауып отырмын ба? Деп бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба? Өй енесі Нұрайын, өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ. Әйтеуір бір өлім бар ма? Деп қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді ау, қиылып қана кетейін деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да қайратыменен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы, жұртты осы сөзмен айдындырамын, мына кәпірден кісі шошитұғын екен дегізіп, айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай Құдай-ай, жанға мырзалық қылатұғын ердің жадағайдақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмейтұғын жомарттығы, әр түрлі белгісі бойынша тұрмас беді. Ұялмас бетке талмас жақ береді деп, көп былжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.